Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла мандық берсе, сіздермен бүгін Алладан жарлыққа тілеудің маңыздылығы жайында сөз қозғайтын боламыз. Алла мандық берсе, өйткені екі өмірінде проблемасын, екі өмірінде қиындығын шешетін нәрсе бұл Алладан жарлыққа тілеу екендігі жайында бүгін сөз қозғаймыз иншалла. Біз баршамызға белгілі, адам баласы күнәдан, қатеден пәк болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, барлық адам баласы қателесуші. Қателесушінің ішіндегі ең абзалы, ең жақсысы тәубе етуші дейді. Және бір аят, және бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер де адамдардың барлығы күнә жасамайтын болғанда, Алла субхана ва тағала оларды кетіріп, орнына күнә жасап, тәубе ететін, Алладан жарлыққа тілейтін адамдар жарататын еді деп айтқанда хадисі бар. Бұдан шығатын нәрсе, адам баласы мына өмірде кемшіліктен ада болмайды екен. Үнемі кемшіліктің үстінде, қателіктің үстінде болады екен. Адам жаратылысы сондай. Қателіктен. Алайда Алла субхана ва тағала бізге сол қателіктен құтылатын жолдарды көрсетіп қойды. Жолдар өте көп. Намаз оқу, зекет беру, ораза тұту, қажылық жасау, садақа беру, ізгі жақсы амалдардың барлығы не екен? Жақсы амалдардың барлығы біздің күнәміздің кешірілуіне себеп болатын нәрселер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де келеді, "Уатби'а саййиатал хасана тамхуха". Жамандық күнә істейтін болсаң, артынан міндетті түрде жақсы амал жаса. Жақсы амал дегенде ғұламалар намаз, зекет, ораза, садақа деген секілді амалдарды айтады. Ол не? Жаңағы күнәнің жойылуына, жаңағы күнәні өшіреді дейді. Сол үшін ағайындар, Алла субхана ва тағала бізді жаратты, бірақ бізде кемшілік бар. Біз қателікке барып қоямыз. Сол үшін Алла субхана ва тағала бізге сол кешір күнәдан тазаратын бірнеше жолды көрсетіп қойды. Сол жолдың бірі ағайындар, бұл Алла субхана ва тағаладан жарлыққа тілеу. Кешірім сұрау. Бұл Алладан кешірім сұрау біз үшін өте маңызды нәрсе. Али ибн Аби Талиб айтады, өзінде құтылуы болып тұрып, құрдымға ұшыраған адамға таң қалам дейді. Құтылуы мүмкіндігі болып тұрып, сонда ол не деп сұраған уақытта истиғфар деп айтады. Егер адам баласы истиғфарды, Алладан жарлыққа тілеуді өзіне әдетке айландыратын болса, ол ешқандай қиындыққа түспейді екен. Баршамызға белгілі, естігенсіздер, Хасан аль-Басри, Алла разы болсын, сол кісінің жанына бір кісі келеді ғой. О Хасан, о имам, біздің елде құрғақшылық болды, жауын жаппайды, не істеймін, дұға қылшы деген уақытта Алладан жарлыққа тіле деп жауап берді. Екінші бір адам кедейлікті сұрап келді. Мен кедеймін, дұға қылшы маған деген кезде не деп айтты? Алладан жарлыққа тілеген деп айтты. Үшінші бір адам перзентсіздікті сұрап келген уақытта не деп айтты? Және де истиғфар айтқан. Алладан жарлыққа тілеген деп жауап берді. Жанындағы адам, қарап отырған адам тұрды. Ей, имам, үш адам келді. Үшеуі үш түрлі мәселемен келді. Алайда сіздің үшеуіне болған жауабыңыз біреу ғана ғой. Истиғфар ғой. Неге олай деп айтсыз дегенде, бұны мен өз ойымнан шығарып жатқаным жоқ дейді. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде айтты. Фақулту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара. Нұх пайғамбар өзінің қауымына былай дейді. Олайша сендер дейді, Раббыларынан жарлыққа тілеңдер. Кешірім сұраңдар жасаған күнәларың үшін. Алла тағала өте кешірімшіл. Юрсили самаа алейкум мидрара. Алла тағала сендерге аспаннан берекелі, мол нөсер жаңбыр жаудырады дейді. Бірі ана кісі не келді? Құрғақшылықты сұрап келді. Хасан Басри истиғфар айтты деп айтты. Алла тағала Құран кәрімде қараңыз, Алладан жарлыққа тілейтін болса, аспаннан мол жаңбыр, берекелі жаңбыр жаптыратындығын айтып жатыр да. Уайумдидикум би амвали ва банин. Және өздеріңді дейді, бала шағамен, мал мүлікпен қамдайды дейді. Береді. Қарайтын болсақ, анау біреуі бала шағам жоқ деп келді. Құранда аятта дәлел тұр. Истиғфар айтатын болсаң, Алла субхана ва тағала бала шаға береді, мал мүлік беретіндігін айтып қойды. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Және сендерге бақшалар жасап, өзендер ағызады дейді. Осы аятқа қарайтын болсақ, ағайындар, біздің осы өмірдегі барлық қиындығымызды шешетін нәрсе осы Алладан жарлыққа екен. Біз шынымен үнемі тілімізді
истигфарға әдеттендіретін болсақ, Алла субханала тағала біздің екі өмірлік қиындығымызды жеңілдетіп қояды. Кей кезде азаматтарды көреміз, шындығында құрғақшылық болып жатады. Истигфар көп айту керек. Кейбір азаматтар көреміз, жұмысы жүрмейді, жағдайы төмен, кедей, былай қарағанда. Құдай ешкім басына салмасын, бірақ сонда жағдайы бар адамдар, бар ағайындар жоқ емес. Оларға не? Осы көп истигфар айту керек. Истигфар қанша көп айтса, оған сонша жақсы ағайындар. Хасан аль-Басри, Алла разы болсын, ол кісі былай деп айтады: үйлеріңде, жолдарыңда, жүрген жерлеріңде, дастарханның үстінде отырасың ба, осындай отырыстарда отырасыңдар ма, базарда ма, қай жерде болмасын дейді, барлық орында Алладан жарлықау тілеуді әдетке айландырыңдар дейді. Астағфирулла, астағфирулла сөзін көп айтыңдар дейді. Өйткені сендер Алла тағаланың кешірімі қашан түсетінін білмейсіңдер дейді. Сол біз көп айтатын болсақ, проблемамыздың бәрі шешіледі. Дүние жоқ па? Алла дүние береді. Кейбір азаматтар перзентінің жоқтығын айтады. Перзентім жоқ, үйленгеніме 3 жыл болды, 4 жыл болды, 10 жыл болды, бір перзентке зармын дейді. Көп жерге барады, тәуіптерге барады, түрлі емдерді қабылдайды. Соңында келіп мешітке келеді. Соңында келіп имамдардан келіп кеңес сұрайды. Міне біз, егер де біз үйленгеннен бастап, отбасы құрғаннан бастап, Алла тағаладан жарлықау тілейтін болсақ, Алла субхана ва тағала бізге берекесін беріп қояды. Бізге иманды, салихалы ұрпақтар беріп қояды. Сол үшін біз әрқашанда осы истигфарға өзімізді не қылуымыз керек? Әдетке айландыруымыз керек. Бала шағаларымызға да үйретуіміз керек. Лұқман Хаким өзінің баласына: ей балам, Алла тағала мені кешір деген сөзді көп айтқан дейді. Оған сен әдеттенген. Шынында Алла субхана ва тағаланың бір белгілі бір уақыт сағаттары бар дейді. Ол уақытта Алладан кім не сұрайтын болса, Алла оны міндетті түрде қабылдайтын, қайтармайтын уақыты бар дейді. Оңай нәрсе ғой, қиын нәрсе емес. Абу Хурайра, Алла разы болсын, айтады: мен пайғамбарымыздан көп астағфирулла айтатын жанды көрген емеспін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөзді өте көп айтатын болған. Абу Хурайра айтады: мен бір күнде 12.000 рет астағфирулла айтамын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: мен 100 рет одан да көп айтамын дейді. Бір риуаятта 70 одан көп деп айтады. Қарап тұрмыз, ол үнемі да тіл күндіз түні бұны айта берген жақсырақ. Өйткені бұл бізге тек қана жақсылық алып келеді, жамандықтан бізді құтқарады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой: кім истигфарды өзіне әдетке айландыратын болса, Алла субхана ва тағала, енді адам баласы болғаннан кейін бір басында бір қайғысы болады ғой, бір қиындық болады ғой, сол қиындықтан шығарып қояды екен. Бір қайғысы болса, сол қайғысынан құтылдырып қояды екен. Және де өзі ойламаған жерден рызық беріп қояды екен. Сол үшін біз әрқашанда өзіміздің тілімізді осы истигфарға ағайындар әдеттендіруіміз керек екен. Үнемі. Бұл бізге керек. Басқа сөздерден көрі, жаман сөздерден көрі, біреуді ғибат, біреу жайында өсек айтқаннан көрі, осы тілімізді истигфарға келдіретін болсақ, әдетке айландыратын болсақ, иншалла біз Алла тағаланың сүйікті құлы боламыз. Әр екі өмірдің бақытына қол жеткіземіз. Енді шынайы истигфар қалай айтамыз? Истигфардың айту жолы ең алдымен жаңағы істеп жатқан ісімізді, күнә ісімізді тастаймыз. Сөйлеп жатқан сөзіміз, ғибат, біреу жамандау болса, оны түгелдей тастаймыз. Және шын ықыласымызбен, тілімізбен айтуымыз керек. Астағфирулла деп, бірақ ол жүректе болмаса, жаңағы іс тастамайтын болсақ, онда бұл шынайы истигфар болмайды деген ағайындар. Шынайы истигфар болу үшін тілмен айттың ба, оны шын ықыласыңмен айтуың керек. Және де жаңағы істеп жатқан іс әрекетіңді, немесе сөйлеген сөзіңді қайтадан істемеуің керек екен ағайындар. Шынайы истигфар деген осы. Біз осындай истигфар айтатын болсақ, кей кезде адамдар айтуы мүмкін ғой: мен истигфар күніге айтам. Адамдар келгенде истигфар айт, Құдайдан кешірім сұра, дұға қыл деп айтсаң, мен бәрін істеймін, болмайды дейді. Жоқ, болмайды емес, ол міндетті түрде болады. Алла субхана ва тағала ізгі құлдарының жасаған ізгі амалдарын босқа кетірмейді. Сен дұға қылдың ба, Алладан жарлықау тіледің ба, ол міндетті түрде саған пайдасын келтіреді. Бұл өмірде келтірмесе, қияметтің қиындығынан сені құтқарады. Міне сол үшін біз үміт үзбеуіміз керек. Алла Тағала Құран Керимде: "Ла тақнату мин рахматиллах, инналлаха яғфиру зунуба жамиа" дейді. Алланың мейірімінен күдер үзбеңдер, үміт үзбеңдер дейді. Шынында Алла субхана ва тағала барлық күнәларды кешіреді дейді. Сол үшін біз
қай бір ісімізді істеген уақытта біз үмітсіздікке бармауымыз керек. Үмітсіздік бұл шайтаннан. Сол үшін біз Алла тағалаға, мысалы үшін сынақ қой, бұл өмір сынақ. Сол үшін осы жақсы амалымызды біз көп-көп айтуымыз керек. Өйткені Алла субхана ва тағала Құран кәрімде айтып жатыр да: «Уастағфируллах, инналлаха ғафурур рахим» дейді. Алладан жарлыққа өтіліңдер. Шынында Алла тағала мейірімді әрі күнәларды кешіруші дейді. Күнәларды кешіруші. Қарайықшы. Және бір аятта келеді: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا дейді. Қандай Алла тағала ұлы, иә? Егер бір адам бір күнә істеп қойса, бір жамандық істеп қоятын болса, немесе өзіне бір зұлымдық жасайтын болса, өзіне бір қиянат жасайтын болса, кейін барып Алла тағаладан жарлыққа өтілейтін болса, Алла тағаланы кешірімді, мейірімді халде табады дейді. Алла оның күнәсін кешіреді. Алла тағала бізге айтып жатқан сөзі ғой: «Ей құлдарым, дұға қылыңдар, жарлыққа өтіліңдер, міндетті түрде кешірем» деген сөзді. Егер бізге үлкен бір адам келіп, бауырым, мысалы айтатын болса да, Астанада қалақарың шашыр, өзім жауап берем десе да, мүмкіндігі бар адамдар, сен ешкімнен қорықпайсың ғой. Сол секілді Алла субхана ва тағала өзі айтып жатыр да: егер пендем қателік жасап, кейін тәубе қылатын болса, жарлыққа өтілейтін болса, мен оның күнәсін кешіремін, мен мейірімдімін, мен күнәларды кешірушімін деп айтып жатыр. Сол үшін бізге керек нәрсені Алла тағала бізге айтып жатыр да: дұға қыл, кешірім сұра, кешірем деп жатыр. Сол үшін бізге қойылған нәрсені, сол Алла тағала бізге әмір еткен нәрсені орындау екен. Бірде Ибрахим ибн Хатиб деген кісі өзінің әкесінен жеткен руаятта былай дейді: бірде мешіттің бұрышынан бір дыбысты естідім, бір дауысты естідім. Тыңдап қарасам: «О Алла тағалам, сен әмір еттің, мен итағат еттім, әміріңді қабылдадым, әміріңе бойсұндым. Қазір таң сәрінің уақыты, күнәларымды кешір» деп айтып жатқан адамның дауысын естідім дейді. Алла тағалам, сен әмір еттің дейді. «Уастағфируллах», әмір келіп жатыр. Мен итағат еттім, әміріңді қабыл еттім, орындадым деп жатыр. Қазір таң сәрінің уақыты, менің күнәмді кешір деп айтып жатыр екен дейді. Жақсылап қарасам, Абдуллах ибн Мас'уд деген пайғамбарымыздың сахабасы екен. Сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге, баға беріп кетті да. Кімде кім Құранды қалай түссе солай оқысы келсе, Абдуллах ибн Мас'удтың қирағатымен оқысын деп айтты. Талға мінген уақытта ол кісінің балтыры жіңішке еді, арық еді ол кісі, салмағы аз адам еді. Сонда сахабалар балтырын көріп күледі, кішілігін көріп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның балтырының кішілігін көріп, арықтығын көріп күлмеңдер дейді. Ол таразда ауыр дейді. Ол деген нәрсе, қияметте кім таразы ауыр болатын болса, ол жәннаты деген ағайындар. Пайғамбарымыз куәлік беріп кеткен сахабасы. Қараңыздар, жылап тұрып сол уақытта Алладан жарлыққа өтілейтін болған екен. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде «Уабил асхарихум ястағфирун» дейді. Өзінің тақуадар құлдарын айтып жатқан уақытта олар таң сәріде Алла тағаладан жарлыққа өтіледі дейді. «Уал мустағфирина бил асхар» дейді. Олар таң сәріде Алладан жарлыққа өтіледі дейді. Бірде Нафи деген Ибн Умардың шәкірті бар, табиғин кісі. Сол кісі айтады: Ибн Умар дейді, түнімен намаз оқитын дейді. Түнімен намаз оқитын. Түннің бір уақытында: «Ей Нафи» деп айтатын. «Таң сәрі кірді ма?» деп сұрайтын дейді. «Жоқ, мен кірген жоқ» деп айтатынмын. Ол намазын қайттан жалғастырады. Кейін мен оған таң намазының кіргенін айтатын болсам, ол міндетті түрде намазын аяқтап, отырып, истиғфар жасап, таң намазы келгенге дейін Алладан дұға қылатын дейді. Қандай адамдар? Сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам асхаби кан нужум айюхума ихтадайтум деп айтып қойды. Менің сахабаларым аспандағы шоқ жұлдыздар секілді. Қайсы бірін ұстасаңыздар да адаспайсыздар деп айтып қойды. Қайсы бір сахабадан жолын ұстанатын болсақ, біз адаспаймыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баға беріп кетті. Аспандағы шоқ жұлдыздар сияқты. Әхлі сүнна сенімінде сахабалардың барлығы әділ.
қайсы бірін жолын ұстасақ та иншалла біз адаспаймыз. Сол күнәсі кешірілген сахабалардың өзі де түнде таңертең таң сәріде тұрып алладан жарлықау тілейтін еді. Сол үшін ағайындар, жарлықау тілеу әлбетте бұл адамға оңай сияқты ғой. Не ол астағфирулла астағфирулла айта салам деп айтуыңыз мүмкін ғой. Бірақ оны бағана тілмен айтып, шын ықыласпен айтып, жүрекпен бекітіп, ол амал тастау ол қиын нәрсе да. Және де ол истиғфарды адамдар ұйықтап жатқан уақытта оянып 2 бас немесе 4 бас 8 бас намаз оқып тұрып, намаздан кейін отырып жылап тұрып, алла тағалам сен мейірімдісің, сен рақымдысың, сен тәубелерді қабыл етушісің, менің күнәларымды кешір деп дұға қылу бұл оңай емес ағайындар. Негізі бұл оңай. Алла кімге оңай қылса болды соған оңай ағайындар. Кейбір азаматтар бар да, намаз оқымаса жүрегі ауырайды. Кейбір азаматтар түнде тахаджуд намаз оқымаса өзіне кінәлайтын азаматтар мен көзіммен көргем. Мен қандай адаммын деп. Бірақ біз түнде тахаджуд намаз оқуға ниет қылатынымыз да қылмайтынымыз да бар ғой. Енді тахаджуд намаздан кейін жалғастырып истиғфар айту, егер адам шын ықылас қылатын болса, өзінің сөзінде шынайылық танытатын болса, Алла субхана ва тағала ол адамға ол амалдарды жеңіл қылып қояды ағайындар. Сол үшін біз үнемі тілімізді истиғфарда ұстағанымыз жөн ағайындар. Салих пайғамбар, Салих деген пайғамбар болды. Бұл кісі өзінің қауымын Алла тағалаға итағат етуге, Алла тағаланың дініне шақырған уақытта үнемі қарсы келетін да. Аллахтың азабын жібер деп сұрайтын да. Құдай сақтасын, бізде де бар ғой, Алланың азабын көреміз ғой, келсін деп айтатын азаматтар табылуы мүмкін. Салих қауымы, Алла сақтасын, айтатын еді. О, Салих, бізге уәде еткен азапты жібер деп айтатын еді. Сонда Салих алейхиссалам: "Я қауми, лима тастаъджилуна бис-саййиати қабла ал-хасана, лаула тастағфируна Аллаха лааллакум турхамун" дейді. Жақсылыққа шақырып, оларды қияметтің азабынан құтылдыру үшін жіберген осы аяттан түсініледі. Пайғамбардың өмірін оқыңыз, пайғамбарымыздың барлық пайғамбарлардың өмірін оқысақ, осындай. Салих алейхиссалам айтып жатыр да: "Ей қауымым" дейді. "Я қауми, лима тастаъджилуна бис-саййиати қабла ал-хасана". Жамандықтан не себепті дейді? Жақсылықтан алдын жамандыққа асығасыңдар дейді. Жақсылықтан алдын жамандық деген кезде біздің муфассир ғұламаларымыз тәпсірлеген уақытта неге Алланың мейірімін тастап, неге Алланың азабына асығасыңдар дейді. Алланың мейірімі бар ғой, неге Алланың мейірімін сұрамайсыңдар? Неге Алланың рақымын сұрамайсыңдар? Неге азабын сұрайсыңдар? Егер сендер Алладан шынайы тәубе етсеңдер, жарлықау тілесеңдер, Алла тағаланың, егер сендер Алла тағаладан шынайы кешірім сұрайтын болсаңдар, сендер әрине міндетті түрде Алланың мейіріміне бөленесіңдер ғой деп айтып жатыр. Сөзінің кеңінен айтқан уақытта азапты сұрамаңдар. Керісінше сендер Алланың мейіріміне бөленуге асығыңдар, кешірім сұраңдар, міндетті түрде Алла тағаланың мейіріміне бөленерсіңдер дейді. Сол үшін бұл кешірім сұрау бір әрқашанда бізге керек нәрсе ағайындар, ауадай қажет нәрсе. Және де кешірім сұраған уақытта бағана айтқандай, Алла тағаланың үмітінен ешқандай күдер үзбеуіміз керек. Алла субхана ва тағала береді, 100% береді. Алайда бір кемшілік, бір қателік кететін болса, ол бізден ағайындар. Бізде бір сеніміміз дұрыс болмай жатыр ма? Немесе бір күнәміз бар ма? Немесе бір ісімізде, немесе бір жерімізде қателік бар ағайындар. Сол себепті ол кешігіп жатыр. Немесе ол қияметке сақталып жатыр. Немесе ол себепті бізге келе жатқан пәлекеттер кетіп жатыр ағайындар. Сол үшін біз жасаған дұғамызға, жасаған, сұраған жарлықауларымызға ешқашанда не қылмайық, ешқашанда үміт үзбейік ағайындар. Баршамызға белгілі, ең алдымен Алла субхана ва тағала Адам алейхиссалам жаратты. Адам алейхиссалам жаратқан уақытында Адам алейхиссаламға жәннатта қалағандарынша ғұмыр кешіңдер, Хауа анамыз екеуіне. Қалағандарынша ғұмыр кешіңдер, өмір сүріңдер, қалаған жемістерінен жеңдер, суынан ішіңдер деп не қылды? Мүмкіндік ерік берді. Алайда бір ағашқа жақындамауды әмір етті. Шайтан ләйін баршамызға белгілі, шайтан ләйін Адам алейхиссаламды келіп азғырды, азғыра алмады. Хауа анамызға келіп, сол анамыз арқылы не қылды? Ол шайтан ләйін ісін амалға асырды да. Сөйтіп екеуі жаңағы жемістен жеген уақытта жәннаттан қуылды.
Жәннаттан қуылды, шайтан да қуылды, шығарылды. Адам алейхиссалам да, Хауа анамыз да қуылды да. Алайда Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз не қылды? Алла тағалаға деген жалбарынуын, жарлықауын тілеуін тастаған жоқ та. Бүкіл жерінде не қылды? Екеуі Алладан жарлықау тілеп жүрді. Күнәсі үшін жарлықау тіледі. Қал Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана латархамна ланакунанна минал хасирин деп айтты. Адам алейхиссалам Хауа анамыз айтты: "Ей Раббымыз, біз өзімізге, нәпсімізге зұлымдық еттік. Егер сен бізді кешірмейтін болсаң, бізді мейліміңе бөлемейтін болсаң, біз міндетті түрде зиянға ұшырағандардан боламыз" деп не қылды? Дұға етті. Шайтан не қылған жоқ ағайындар? Дұға етті ме? Шайтан дұға еткен жоқ. Ол тәкаппарлық етті. Сол үшін ол мәңгілікке не қылды? Алланың мейірімінен ұзақтатылды. Ал Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз не істеді? Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз Алла тағалаға деген құлшылығын, Алла тағаладан жарлықау тілеуін тастаған жоқ та. Алла субхана ва тағала баршамызға белгілі Мекке қаласында Арафатта Рахман тауының үстінде екеуінің дұғасын қабыл етті, кешірімін қабыл етті. Бұл деген нәрсе біз атамыз Адам алейхиссалам, анамыз Хауа анамыз секілді істер тастамауымыз керек. Бұны үнемі өзіміздің өмірімізде қолдануымыз керек. Осы бір соңғы сөзі бір қиссамен бітіретін болсақ, бұл қиссаны көпшілігіңіз естігенсіздер. Ахмад ибн Хамбал, Алла разы болсын, мүмкін естімегендер де бар, пайдалар. Бірде Ахмад ибн Хамбал бұл кісі өз заманда танымалы ғалым болған. Өз заманда бұл кісінің атағы жер жаратып болған. Ислам әлемінде танымалы кісі болған, хадисші кісі болған. Ислам алғашында бұл кісіні фақих ретінде қабылдаған емес. Фиқ саласына кіретін болсаңыздар, Ахмад ибн Хамбал, Алла разы болсын, ол кісіні фақих жөнінде есепке алмаған. Ол кісіні мухаддис ретінде есепке алып, ол кісінің сөзін алатын болған. Алайда бұл кісі әхлі сүнна ғалымы, Алла рахымына бөлеген болсын. Ол кісі жасы қартайған уақытында бір елге барады, бір елді мекенге барады. Елді мекенге барады да өзінің Ахмад ибн Хамбал екенін ешкімге жарияламайды. Енді мешітке келеді, мешіт Құдайдың үйі, Алланың үйі дейді, мешітке келіп, жаңа ұйықтамай түнемекші болады. Сонда ол кезде де күзет бар екен да. Күзет сол кездің өзінде Ахмад ибн Хамбалдың кезінде де мешітте күзет болған екен да. Сонда анау Ахмад ибн Хамбал мешітте ұйықтамақшы болып жайғаса берген кезде күзет келеді де, мешіттен шық дейді. Ахмад ибн Хамбал: "Мен баратын жерім жоқ. Осы жерде түнейін, Алланың үйі ғой, азанда кетем" дейді. Күзетші жоқ дейді. Шығасын дейді. Қалайын деп не қылса, күзетші шығарып жібереді. Ахмад ибн Хамбал сөзге келмейді да, мешіттен шығады. Мешіттің табалдырығына сол жерде не істейді? Сүйеніп отырып, сол жерде демалады. Демалып отырған уақытта күзетші есікті құлдайды да, Ахмад ибн Хамбалды көріп қалады. Ахмад ибн Хамбал отыр қараса, бірақ танымайды. Егер ол Ахмад ибн Хамбал деп айтатын болса, жаңағы күзетшіге, ол үйіне апарып қонақ қылады да, бірақ ол кісі айтып жатқан жоқ та, "Мені танымай айтсың ба, мен кім екенін білмей жатсың ба" деп айтқан жоқ та. Ол қарапайымдық жолды ұстанды да. Өйткені бұда бір сыр бар, сыр кәзі келеді. Анау кісі кет дейді да, күзетші. Мен мешіттің ішінде емеспін ғой, сыртында тұрмын ғой, бола берейін да дейді. Жоқ, кет дейді. Ахмад ибн Хамбал кетпейді. Сонда жаңағы күзетші бұны екі аяғынан ұстайды да, жолдың ортасына сүйрейді. Соның жанында, жаңағы мешіттің жанында бір науайшы бар екен. Науайшы нан пісіретін адам. Науайшы жаңағын көреді да жанашып кетеді. Үлкен қария кісіні күзетші аяғынан сүдіріп жатқанын көріп жанашып кетеді да, "Ақсақал, келіңіз, маған келіңіз" дейді. Ахмад ибн Хамбал жаңағы сөзін қабыл алады да, жаңағы науайшының үйіне келеді. Науайханасына келеді. Бұлған жақсылап құрметтеп шайын береді, тамағын береді, өзінің барын ұсынады. Жеп болғаннан кейін жаңағы күзет науайшы нан пісіруге кірісіп кетеді. Өйткені азанда адамдарға нан пісіріп сату керек. Оның күн көрісі. Нан илеп жатқан уақытта Ахмад ибн Хамбал бір сөзді естіп қалады да. Қандай сөз? Астағфирулла. Астағфирулла деген ана кісінің сөзін естіп қалады. Қарайды, тоқтамай астағфирулла сөзін айтады. Нан илеп жатыр, қамыр дайындап жатыр. Тілі астағфируллада. Астағфируллада қарап тұрады да, істеп болғаннан кейін жаңа кісінің алдына келеді да, "Сен үнемі осыны айтасың ба" деп сұрақ қояды. Мен үнемі осыны айтамын. Өмірінде осыны әдетке айландырғандығын айтады да, Ахмад ибн Хамбал оның нәтижесін біле тұра сұрақ қояды. "Сен бұл сөзден не пайда таптың" дейді.
бұл сөзден қандай пайда таптың деп сұрақ қояды. Сонда жаңағы кісі, мен дұға қылсам, дұғам қабыл болады дейді. Дұғам қайтарылмайды дейді. Алайда бір дұғам қабыл болған жоқ дейді. Ол қандай дұға деген уақытта, мен Ахмад ибн Хамбал деген ғалым мұхаддис кісі бар, сол кісіні көруді армандаймын. Алла тағаладан сол кісіні көрсетуді мен үнемі сұраймын дейді. Осы дұғам ғана қабыл болған жоқ дейді. Сонда жаңа Ахмад ибн Хамбал тұрып, Аллаға қасам ішемін дейді. Алла субхана ва тағала сенің осы дұғаң үшін Ахмад ибн Хамбалды екі аяғын сүйреп, сенің есің алдына әкеп қойды дейді. Алланың ұлылығы да бұл. Көріп жатсыздар ма? Сол үшін бұл жерде қиссада алынатын нәрселер дұғаның қабыл болуы ағайындар. Қараңызшы, мен қандай дұға қылатын болсам, Алла субхана ва тағала мен дұғамды қайтарған емес дейді. Сол үшін ағайындар, осы истиғфарды біз өзіміздің өмірімізге әрқашанда не істейік? Өзімізге әдетке айландырайық. Бала шағамызға үйретейік, ата-аналарымызға үйретейік, достарымызға үйретейік. Мына өмірде бақытты, хайырлы ғұмыр кешін. Мына өмірде сізге сыйлық сыйлады ма, сізге жеңілдік әкелді ма, міндетті түрде қияметте бұл бізге жеңілдік алып келеді ағайындар. Сол үшін истиғфарды көбірек айтайық. Алла субхана ва тағала баршамызға естіген білген нәрсемізге амал ететін өзінің ізгі, салихалы құлдарынан етсін. Амин. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Алла тағалам осы сабақтарымызда, осы айтылған уағыздарымызды Алла тағалам пайдалы еткен. Алла тағалам әрқашанда өзіңе жарылқау тілейтін, өзіңнен кешірім сұрайтын, өзіңе тәубе ететін ізгі, салихалы құлдарынан еткен. Алла тағалам баршамызға екі өмірін жақсылығын бер, өзіңнен басқаға мұқтаж етпе. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.